Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі 4-ші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Бүгінгі сабағымызда сіздер зат есімнің жіктік жалғауларымен танысатын боласыздар және қолданысын білетін боласыздар. Жақсы балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп алайық. Ендеше жұмбағымызды тыңдайық. Бұдыр балшықты, жинады да талшықты, ұқсаты бап қамытқа, үй салды жабыққа. Қалай ойлайсыңдар, бұл қандай құс балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл қарлығаш құсы екен. Келесі жұмбағымызды тыңдайық. Тақылдатып мазанап, ағаштарды тазалап, ормандарды емдейді, зиянкесті жазалап. Қане балалар, бұл қандай құс деп ойлайсыздар? Өте дұрыс балалар, бұл тоқылдақ екен. Енді балалар, келесі суретке назар аударайық. Суретте қандай құс бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл аққу құсы. Әрине, қазір жылдың қай мезгілі балалар? Қазір қыс мезгілі. Қыс мезгілінде Каспий теңізі жағалауында біздерге осы аққу құстар қонаққа келген екен. Аққу құсы жалпы әсемдіктің, сұлулықтың символы саналады. Енді келесі кезекті аққу туралы өлең тыңдап алайық. Құс сұлуы аққумын, табиғат көркін сыйлаған, мылтығын кезеп ешмерген, атуға көзі қимаған. Мен торғаймын, суықта да тоңбаймын, құрт құмырсқа шіркейден бау бақшаны қорғаймын. Жақсы балалар, енді осы өлеңіміз аққу туралы екен. Ендеше осы ерекше жазумен жазылған аққумын, торғаймын деген сөздерді қандай сөз табында тұрғанын тауып айтайық. Ал кәне, бәріміз ойланып айтып көрейік. Әрине, балалар, аққумын деген сөзде аққу деген сөзіміз зат есім, мын деген жіктік жалғауы жалғанып тұр екен. Торғаймын дегенде де торғай зат есім, мын жіктік жалғауы екен. Зат есімге көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулары жалғанады екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Олай болса, зат есімдердің жіктік жалғау арқылы түрленуі зат есімнің жіктелуі деп аталады екен. Зат есім жекеше және көпше түрде жіктеледі. Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғау жалғанады. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты жекеше көпше түрде жалғанады. Бірінші жақ бын, бін, мын, мін, пын, пін жалғаулары жалғанады екен. Екінші жақта жекеше түрде сың, сің жалғаулары жалғанады. Ал көпше түрінде бірінші жақта біз, біз, мыз, міз, пыз, біз. Екінші жақта сыңдар, сіңдер жалғаулары жалғанады екен. Ал үшінші жақта жалғау жалғанбайды. Жақсы балалар, енді алған білімімізді толықтыру үшін дәптермен жұмыс жасайық. Сөйлемдерді көшіріп жазайық. Мен оқушымын, сен оқушысың, ол оқушы. Бұл сөйлемдер бізде үш жақта беріліп тұр екен. Жақсы балалар, келесі тапсырмамыз біздің сәйкестендіру тапсырмасы. Сіздерге зат есімдер берілген және жіктік жалғаулары берілген. Сіздер сәйкесінше осы жалғаулар мен зат есімдерді сәйкестендіресіздер. Қане ендеше тапсырманы орындауға кірісейік. Ендеше дұрыс жауаптарымызды тексерейік. Ақынбыз, студентпіз, аспазбын, әншіміз, күйшісіңдер, ұстасыңдар, баласың. Дұрыс жауаптар сіздерге сәйкес келді деп ойлаймын.
Жақсы балалар, енді біз бүгінгі сабағымызда зат есімнің жіктелуі туралы айттық. Сабағымызда жаңа тақырыппен таныстық. Біз бүгін зат есімнің жіктелуі не екенімен таныстық. Әр жақтың қосымшаларын атауды білдік. Жіктік жалғауда неше жақ бар екенін білдік. Және де жіктік жалғауы зат есім сөйлем мүшесінде ненің қызмет атқаратынын білдік. Ал енді балалар, сабағымызды жақсылап түсінген болсақ, кері байланысымызды бере қояйық. Егер сабақты жақсы түсінген болсаңыздар, өте жақсы түсіндім деп көк гүлді. Егер сабақты әлі де түсінбеген жерлеріңіз болса, сары гүлді. Ал әлі де түсінбейтін, әлі де ізденуіңіз керек болса, қызыл гүлді таңдай қоярсыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.